Сәлем достар, менің қолымда ең әйгілі болған, легенда болған iPhone 5s. Бұл телефон 2013 жылы шығып, сол кездегі қоса шыққан iPhone 6-ларды артқа қалдырып, нарықты жарған болатын. iPhone 13 пен динозавр iPhone 5s'ті салыстыратын болсақ, екеуінде қырлары тіктелген. iPhone 5s пен астында наушник тығатын жері бар, және екеуінде де USB Lighting, астында динамиктері бар, және микрофондары бар. Камералары iPhone 5s'те біреу, iPhone 13'те екеу. Батырмаларында бәрі бірдей. Екеуінің корпус материалы алюминий, ал iPhone 13'те керамик шынысы бар, және арты глянец. iPhone 5'те үш түсі болатын: ақ, сары және сұр қарамен араласқан. Елдің барлығы осы сары түс пен сұр түске бола дүкенде қырып алатын. iPhone 5s'те экран диагоналы 4 дюйм құрайды. Сол уақытқа өте күшті болған, және кез келген қалтаға телефон сиіп кететін. Және экран бетінде сенсорлы Touch ID батырмасы болатын. Өте таптырмас, тез жұмыс істейтін болатын. Сіздерге қай телефон ұнады, соны астына пікір жазып кетсеңіздер. Осымен видео аяқталды. Осындай қызықты видеоларды жіберу үшін каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.